ағайыны. Шабалақтарыңыз болсын, шабыт шақыратын бір қошеметтеріңіз болсын, құрметті қонақтар. Ассалаумағалейкум ағайын. Той құтты болсын ағайын. Қуаныш құтты болсын. Келін құтты болсын. Келін құтты болсын ағайындар. Құдалар қай төрде отыр? Құдалар. О, ассалаумағалейкум. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын құдалар. Төрлеріңіз құтты болсын. Лайым осы жәкеңнің шаңғырағына күліп келіп, күліп қайтып жүріңіздер әрдайым. Той құтты болсын. Келінжан, орамалыңыз құтты болсын. Басыңызға бақ болсын. Мадияржан, құсың құтты болсын. Жәнім, мәз болып отыр бұл қазір. Қайдан білсің сол құстың өмір бақи миын шоқып өтетініне? Әзірге мәз. Әзілдейміз ғой. Дегенменен де отыра беріңіз. Дегенменен де осыншама елдің, атананың, дос-жараның сенімен ақтайтын екеуіңізде бір жол бар екен. Ол бақытты болу, тағы да бақытты болу. Алла бақыттарыңызды берсін. Менен музыкасыз, музыка қажет емес жігіттер. Музыкасыз, мен қазір тойдың егесін атын атайын. Бір президентті қарсы алғанда етіп қарсы алайықшы. Бүткіл ықыласымызды, ілтипатымызды көрсетейікші той егесіне деген, е? Олай болса бүгінгі қуаныштың иесі, тойдың иесі ортада Жеңіс мырза, қошемет! Аплодисменті! Жаке, той құтты болсын, Жаке. Жеңеше кесеңізші, ну как тут без вас кесеңізші? Жеңешеме шапалақ! Той құтты болсын, балапандарыңыз бақытты болсын. Лайым осылардың тек жетістіктеріне, жеңістеріне куә болып жүре беріңіздер. Бәріміз төрт көзіміз түгел солай куә болып жүрейік ағайындар. Мен енді, Жаке, менің Берік деген өзіммен аттас Құдай қосқан көршім бар. Сіздің қайныңыз, е? Сол кісі енді қазіргі жастар Берік орнынан бір тұрып қойса, қайда кетіп қалды Берік? Қызметте жүр. Менің көршім енді жағдайы жақсы жігіт қой енді. Әпкем мен жездемнің тойы деп, тоянаға жылқа кесе де, сиыр алып кесе де жағдайы жетеді. Бірақ енді ол малдың орнына тоянаға мен әкеп отыр қазір Берік. Тойларыңыз құтты болсын, қуаныштарыңыз құтты болсын. Лайым осындай ағайының ортасында, достың ортасында, құдалардың ортасында жадырап, жүзге келе беріңіздер. Той құтты болсын. Рахмет сіздерге. Қошемет көрсетейік той егесіне. Мен енді рұқсат етсеңіз балдарды шақырайын ортаға. Мадияр, келіңіздерші бері. Қошемет көрсетейік жастарға. Осылар үшін кеп отырмыз, бір жастан қошемет көрсетейік. Қазір. Мен жұмыста отырмын қазір. Мен кабинетте отырмын қазір. Қошемет, жастарға қошемет. Музыка, рахмет, музыкасыз. Әбде музыкаға сеніп апсыздар ғой, бір шапала құрайықшы жастарға әдеміліп. Қошемет көрсетейік. Осылар үшін келіп отырмыз, кәдекей. Қошемет. Бәріңіз сота шаршап отырсыздар ма, не болды бүгін? Бәрекел, тойға келгендей болайық та бір. Бақытты болыңыздар, той құтты болсын, қуаныш құтты болсын, ортаға келе қойыңыздар. Мінекей, Құдайға шүкір, бәріміз куә болып тұрмыз ағайын. Көз алдарыңызда, сіздермен біздердің көз алдымызда жаңа бір мемлекет құрылып жатыр. Солай емес пе? Олай болса, мемлекет құрылғаннан кейін, оның президентін сайлау, ол заңдылық. Біз енді қазір бекерден бекер бас қосқандай болмайық. Осы жастардың бақыты үшін келіп отырмыз. Енді олай болса, осы отбасыға, осы мемлекетке президент сайлап кетейік. Қазір бәрі дауыс беру арқылы ғой. Білім арқылы. Кімнің білімі көп, сол президент болады. Естіп отырсыздар ғой, е? Қазір екеуіне 3 сұрақтан қоям, сол 3 сұраққа кім дұрыс жауап береді, сол президент болады. Егер келін дұрыс жауап беріп жатса, келін президент болады осы отбасыда. Абысындардың құлағын алтын сырға деп атқаным ғой. Мадиярдың үйір қатыны басқарады екен деген әңгіме болмасын. Ал олай болса, құдалар келін сенеміз ғой, біліміне, е? Құдалар. Қызды танисыздар ма, құдалар? Бәрекелді. Ағайындар, Мадиярға сенеміз ба? Құдайға шүкір 3-4 адам отыр тойда. Қалғандарын білмеймін, не істеп отқандарын. Сенеміз ба Мадиярға? Бәрекел, сөйтіп қойсаңыздар. Ал олай болса енді қыздың жолы жіңішке дейді, қыздардан бастайық. Сұрақты ойдан құрастырған жоқпын. Тесттегі сұрақтар, бала шағаларыңыз тестте қандай сұраққа жауап беріп жүргеніне хабардар болыңыздар. Бірінші сұрақ келінге. Африкада
Nil өзенінің бойында крокодилдер мекендейтін көлшіктің астында өсетін қызыл гүлдің аты. Роза. Роза судың астында. Қошамет ұрып қояйық, бәрі сұрасам сіздер де білмейсіздер. Әзірге 0-0. Мадияр, көрдің ғой, сұрақтар өте қиын. Сондықтан бүткіл білімімізді іске қосуға тура келеді. Бірінші сұрақ Мадиярға. Бірге бірді қоссаң қанша? 2. Қошамет, 2. Келін, сұрақтар көрдіңіз ғой, қиындау, сондықтан ойланайық. Екінші сұрақ келінге. Американың экс-президенті Барак Обаманың әйелінің сіңлісінің аты? Білмеймін. Қошамет көрсетіп қояйық, қошамет көрсетіп қояйық. Сізде оң аяқ бар. Тағы қандай аяқ бар? Сол аяқ. Қошамет! Соңғы сұрақ, географияға көшейік. Қазақстанға көшейік. Ят болып кетті келінен. Құдаларда кішкене қабақ түйіп отыр. Географиядан қалайсыз, жақсыз ғой, иә? Олай болса географиядан сұрақ. Оңтүстік Қазақстан бұрынғы, қазіргі Түркістан облысы, Арыс қаласындағы базардың қасындағы Қис көшенің аты? Ақымбеков. Қис көшенің аты Қис көше ғой, болды ғой, басқа жоқ. Қошамет! Соңғы сұрақ. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Роза Рымбаеваның фамилиясы? Рымбаева. Қошамет! Жаңа мемлекеттің жаңа президенті Мадияр мырзаға қошамет көрсетіп қояйық. Мемлекеттеріңіз құтты болсын, керегесі кең болсын, шаңырақтарыңыз биік болсын. Сол мемлекеттеріңізде халық саны Қытайдай қаптай берсін дегім келеді. Келін, рұқсат болса, бері жүріңізші сіз. Сіз енді шаңырақтың шаттығы, шаңырақтың тазалығы сіздің мойныңызда. Сондықтан сіз мына жерге келіп, шаңыраққа қарап тұрыңызшы. Шаңыраққа қарап. Мадияр, сенен көшеге қарап қойған бәлесің ғой, көшеге қарап тұра берсең, еркек адам көшеге қараған дұрыс, сонда азық болады үйде. Жаңа мемлекеттің президентін сайладық, енді сол мемлекетте кім қандай жұмыс атқарады шешіп алайық. Қазір мен үйде атқарылатын жұмыстар шетінен айта берем, кім сол жұмысты атқарады, сол бір қадам алға аттайды. Түсіндік қой, Мадияр? Ыдыс-аяқты кім жуады дегенде аттап кетіп Құдай қалмасын. Ыдыс-аяқ жуатын боласың одан кейін. Бұл договор қол қойылып атқан. Ал, олай болса, сіздер куә болып, қошемет көрсетіп отырыңыздар. Бірінші сұрақ. Үйді кім басқарады? Мұналарға үй керек емес қой жота. Жәкеңе сеніп отырсыздар өйдім. Үйді басқарамыз. Үйде ақшаны кім табады? Ақшаны кім ұстайды? Шәлім, келін қиылып маған қарап қояды. Аттай қой, аттай қой. Ана өзінше іштеңемен жұмыс жоқ, аттап қояды, артқа қайт. Бәріміз де сөйтіп ойлағанбыз, ақшаны ұстаймыз деп, е. Ыдыс-аяқты кім жуады? Тамақты кім жасайды? Баланы кім табады? Абайла, абайла. Аттап кетпе. Мадияр, баланы садикке кім апарады? Мұларға бала керек жоқ па? Жәке, дайындала беріңіз садикке. Тамақты кім жасайды? Жұмыстан кім кешіп келеді? Келінжан айналайын, көріп атсыз ғой, доғырға қол қойып атырмыз. Анда-санда Мадияр кешіп келсе, жылға бақ тантатсыз. Ал, үйде ұрысты кім бастайды? Қарамай қой, аттай беріңіз, аттай беріңіз. Ал енді бұлай етек, Келінжан, сізден бастайық. Қанша бала шаға болғанын қалайсыз отбасыңызда, сонша қадам жасайсыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ойбай, Мадиярды өлтіресіз қой келін ау. 10 бала дейді, қошемет көрсетіп қояйық. Ал Мадияр, қадамыңды бастай бер. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Біреу болса да асып қояйық деді. 11 бала дейді. Мияқта 10. Құдай қаласа 22 баланың ата-анасына қошемет көрсетіп қояйық жастарға. Келе ғой. Мадияржан, келе ғой. Бақытты болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Ғұмырларыңыз ұзақ болсын.
ылайым жұптарыңыз жазылмай, осы ағайын туысты, дос жаранды қуантып жүре беріңіздер. Той құтты болсын. Қошемет көрсетіп қояйық жастарға. Қошемет көрсетіп қояйықшы, бір жақсылап тұрып қошемет көрсетейікші, сұрата бермеңіздерші. Осылар үшін кеп отырмыз, осылардың көңіл үшін барлық көңіл көтерейік бәрімізде. Ал енді мен ағайын әнші емеспін, бірақ енді ағайынның ауылдың алты ауыз болсын, осындай достардың тойына келгенде айта жүретін бір жүрек жарды әнім бар еді, жылдар деп аталатын, арнай кетейін тойшай ретінде, қабыл алғайсыздар. Бұл белый танец. Қыздар жігіттерді биге шақырсыншы бір жақсылап. Ал кеттік. Той құтты болсын. Құдалар той құтты болсын, құдалар. Ассалаумағалейкум. Өтті жылда зула баяуламады, бір сәт аялдамады, оқса жаярмын бәрі дегеніне. Уақыт сырғып көндірді, уақыт күдік пен мұңды, бақыт үміттендірді. Жылдар ай, жылдар ай, жұмбақтап кеткен сырталай, шешпедік соны. Жылдар естелік толы. Жылдар ай, жылдар ай, қоштасып қолды бұлғамай, алып ұштыңдар енді сағынышсыңдар. Той құтты болсын. Есте бәрі өткен шақтарымызды, көктем шашағымызды, төккен тәттәніміздің. Жылдар қонды алша кеткенде ғана, аңсар сәттермен дара, болсаң әттіңнен ада. Жылдар ай, жылдар ай, жұмбақтап кеткен сырталай, шешпедік соны. Жылдар естелік толы. Жылдар ай, жылдар ай, қоштасып қолды бұлғамай, алып ұштыңдар енді сағынышсыңдар. Жылдар ай, жұмбақтап кеткен сырталай, шешпедік соны. Жылдар естелік толы. Жылдар ай, жылдар ай, қоштасып қолды бұлғамай, алып ұштыңдар енді сағынышсыңдар.